Қоғамның дертіне айналған лудомания, яғни құмар ойынға қатысты қазір заң жобасы қаралып жатыр. Ресми статистика жағасы тұтады. Елімізде 350 мың адам осы құмар ойынның құрығына іліккен. Әрбір 5-ші адам ойнаған немесе хабары барлар қатарына жатады. Ал жасалған қылмыстың 20% да осы ойынның кесірінен болған. Ажырасқан 10 отбасының жетеуі де құмар ойынға тәуелділер екен. 1,5 жыл ішінде букмекерлік кеңселердің қаржылық айналымы 1 триллион теңгеге жеткен. 2020 жылдың 4 айында ел тұрғындары 100 миллиард теңгеге бәс тіккен. В общем, я проиграл 170 миллионов. Мектеп кезінде үйдің жанында магазин болып, содан өтіп бара жатып, бір кісі 500 теңге, 1000 теңгелік купюрамен ақша жатқанын көрдім. Соған қызығып салып бастадым, сосын 200 теңгелік салдым, тоже 1000 теңге ақша алдым. Сөйтіп басталды. 200 теңгеден басталған нәрсе по крупному кетті соңында. Біздің елімізде білеміз, қазір 21 жасқа дейінгі адамдарды жаңағы мынау бәстіге құмар ойынға әкелуге тыйым салынады деген норма бар, бірақ өкінішке орай ол жұмыс істеп жатқан жоқ, өйткені 18-дегі адамда, мектеп жасындағы балада ойнап жатыр. Дәл осы норманы нақты жұмыс істеу үшін біз уәкілетті органға яки спорт және туризм министріне тиісті уәкілеттіктерді бердік, тексеретін, қадағалайтын және құқық қорғау органымен яки ішкі істер министрімен бірге жаза тағайындайтын уәкілеттілік бере отырып, және де біз құмар ойын ойнаудың жасын 25 жасқа дейін көтеріп отырмыз осы заң жобасында. Бұл заң қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызметкерлердің құмар ойын ойнауына толықтай тыйым салынады. Бұл 200 мыңнан астам мемлекет қызметкерге тікелей қатысты норма. Ал анықталған жағдайда бірден қызметінен босайды. Сондай-ақ қаралып жатқан заң жобасында лудоманияға байланысты кез келген жарнамаға тыйым салынбақшы. Балабақша, мектеп жанында тұрғын үйлердің астында орналасқан лото клубтар мен букмекерлік кеңселерді жабу да маңызды. Ойынға құмар адамдардың денсаулығы да сыр береді. Алдымен невроз, тіпті психоз дертіне шалдығу ықтималдығы көп екен. Олардың негізінен психиатр дәрігерлер 3 аптамен 1,5 ай аралығында емдейді. Алайда толық нәтижені 1 жылдан кейін анықтайды. Жастар мысалы осы мәселені шеше алмай, немесе өзіне қол жұмсайды, немесе басқа біреуге агрессия тудырады. Осы мәселені жасырып өзі шешкісі келеді. Мысалы, олар әртүрлі емшілерге барады, әртүрлі осындай қарыздарын жауып, ұзақ уақыт осындай созып мәселені асқындырып алады. Сондықтан бала әрбір адамда бастапқы кезінде осы қарыздар басталған кезде олар өзі қолма-қол бізге келсе, әрине онда ем өте жақсы болады, өте пайдалы болады. Енді Фейс 1 арқылы кімнің қашан ойынға кіргенін анықтауда ұсынылған. Ойынға құмарларды бірыңғай реестрге де тіркеп қоймақшы. Бұл адамның жасын білуге, алиментінің бар жоғында анықтауға сеп болмақ. Демек, заң жобасы қабылданса, лудоманияға қарсы күрес күшейе түспек.